Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған эстафетаны гуманитарлық бөлімшесінен қабыл алдық. Абай Құнанбаев Масғұт поэмасы. Я Алла, құрметіне достың Махмұд, тілге жар бер білінсін тура мақсұт. Аруан Рашид халифа заманында Бағдатта бір жігіт бар, аты Масғұт. Шаһардан бір күн Масғұт шықты тысқа, барды ма кезі келіп бір жұмысқа. Бір ұры бас сап тонап жатқан жерде кез болды бір бейшара шал байғұсқа. Шал байғұс айқайлайды аттан салып, айырып алған жан жоқ оны барып, кімге болса бірерлік қылайын деп, Масғұт ұшты ұрыға оңтайланып. Масғұтты ұры шапты қылышпенен, тәуірақ жан сақтапты жұмыспенен. Есен аман шалдағы құтылыпты, Масғұттан жау қашқан соң ұрыспенен. Мақсұтқа келді әлгі шал көзін тіктеп, көрсе бастан ағып тұр қандырдектеп, мұның қарызын менде өтеп кетейінші, жігіт қой, ер көкірек, жау жүректеп. Ей жігіт, не қылсаң да ер екенсің, көргейсің ерлігіңнің берекесін, себеп боп мен ажалдан сен айырдың, маған қылған қарызыңды алла өтесін. Бай емен, батыр емен, хан емеспін. Атақты артық туған жан емеспін. Себеп боп алып қалдың мен ажалдан, жақсылықты білмейтін жан емеспін. Мен бір шал, дүниеде жихан кезген, ертең түсте кетемін шаһарыңызден. Ертерек пәлен жерден тосып тұрып, алып қал бір базарлық жаным бізден. Ұрыға жібермедім мен намысты, кім бұлдар мұндай қылған істі. Алла хақы деген соң амалда жоқ, барайын деп уәде етіп қолға түсті. Ол жерге ерте тұрып жігіт барды, шалда душар алдынан бола қалды. Қолынан ұстап алып ертіп барып, далада бір бұзылған тамғаларды. Барса тамда бір гүлді солқылдаған, басында 3 жеміс бар былқылдаған. Бірі ақ, бірі қызыл, бірі сары, тамда балмен берейін бірін саған. Ағын жесең ақылың жаннан асар, сарын алсаң дәулетің судай тасар. Егер де қызыл жеміс алып жесең, ұрғашыда жан болмас сенен қашар. Ол жігіт шал сөзіне құлақ салды, көзін төмен түсіріп аз ойланды. Ақ пен сары екеуін алмаймын деп, қызыл жеміс жеймін деп қолқа салды. Мен беремін, танбаймын айта тұра, өкінбесең тіріңде жүре бара. Ақ пен сары екеуін алмағаның, мәнісін айтсаң екен жаным сірә. Мен болсам егер ағын жемек дедім, ақылды болдым елден бөлек дедім. Мен ақылды беремен не қылсам да, ақыл мені бересі керек дедім. Ақылды жан таба алмас маған сырлас, көрені тентек көп надан мойын бұрмас. Әділетсіз, ақылсыз, арсыздарды көре тұра, көңілде тыныштық тұрмас. Адам дерті болмай ма құс ататып, тұшшығы ұйықтай алмай түнде жатып. Ептеп бағып есерге ем таба алмай, тәтті тамақ жей алмай дәмін татып. Сарыны жеп мен болсам байдың өзі, аузына тамам жанның болдым сөзі. Пәленшеден бір нәрсе алсақ ау деп, тігілер жан біткеннің маған көзі. Жұрт күндер жұрттан артық байлық үшін, бұлдайды біреу күшін, біреу түсін. Не қылса да надандар алмақты ойлар, мал антырған күйдіріп елдің ішін. Еңбексіз мал дәметкен қайыршыл, ақылды ерге ар болар ондай қылық. Оны айтарлық бұл күнде адам бар ма, қайда ойламай қылады кім татылық. Берсең қалар олар несі арды, бермесең сен дағы ит бірге болды. Не өзің ит немесе бар елің ит, дауасыз бір пәлеге міне қалдың.
Ей балам, пәлен күні жауын жауар, сол жауынның суында кесапат бар. 7 күн жынды болар суын ішкен, 7 күн өткеннен соң тағы оңалар. Ол судан тамам суға су құйылар, сел болып. Судың бәрі кесел болар. Ертерек таза судан су жиып ал. Бұл хабарым, сақтансаң жаным жарар. Тегінде адам басы сау болама, бойымда тексерілмес дау болама. Ері ашу айтса, әйелі басу айтып, отырса бұрынғыдай жау болама. Соны біліп, қызыл жеміс мен таңдадым, берсеңіз жемек болып бел байладым. Топа торсақ бұл сөзді айтқаным жоқ, басында тегін біліп абайладым. Бұл сөзге салып тұрды шал құлағын, ендеше тауып айттың шешірағым. Ақыл дәулет әуелден өзіндекен, өмірін мен артылсын жаным бағын. Бұл шал өтен емес қыдыр еді, ебін тауып даруға кезі келді. Ақылына, сөзіне, қылығына разы болғаннан соң бата берді. Сол масқұт қыдыр шалдан бата алыпты. Соңында Шәмсі Жихан атаныпты. Мағынасы бұл дүниенің күні деген жетіліп, бізге ғибрат сөз қалыпты. Сол заманда надандар шырыш бұзған, жалғанның дәмін бұзып қауіп қылған. Ақыл мен мал екеуін ажырата алмай, арашашы іздепті қатынымызда. Ендігіге не сұрау бұл жалғанда, ақыл ой ар-намыс жоқ еш адамда. Өлген мола туған жер жібермейді, әйтпесе тұрмас едім бұл жалғанда. Сол масқұт халифаға уәзір болыпты, тарқатыпты алдынан көппен топты. Бағанағы қыдыр шал бір уақытта ісіне аян беріп жолығыпты. Қызылды жесем мені әйел сүйер, арамдыққа жүрмесем не жан күйер. Ұрғашыда көп жан ғой, адам болса деп едім, бір пайдасы маған тиер. Еркекті еркек адам болса қасы, қатынын шеше қызы жоқ кімнің басы. Қан қақар қара кісі қастық қылса, сонда ұрғашы болмай ма арашасы. Бұл сөзбен халифаға масқұт барды, хабарын естіген соң хандаңғарды. Айтқан кезі жақындап келген шақта, ертерек таза судан құйып алды. Болған соң уәделі күн жауын жауды, судан ішкен жынды боп ақыл ауды. Күні түні жуасып таласады, ұмытты тамақ жеу және ұстауды. Бұлар шулап бір күні келді ордаға, хан мен уәзір қарайды тамашаға. Бәрі де есі шығып жынды болған, ош шулап кішіні үлкен аға. Ол халқының алдына жақын бар, сөз айтып әрбір түрлі ақыл салды. Бір кеселге байғұстар жолығыпсың, үйіне бар ұйықтаңдар деп шығарды. Олар шықты есіктен хан көкпелеп, көшеде шулап және жылаған көп. Хан мен уәзір ақылдан айырылыпты, өлтірейік екеуін жынды екен деп. Өлтіргелі ордаға қайта кірді, бұлардың сөзін естіп ханда көрді. Бұрынғыдан мұнысы қиын болды, ойбай уәзір ақылға қайттік деді. Құтылар хал болмады мына дудан, іздешпесек болмайды жынды судан. Өлтірер өңкей жынды бізді келіп, жынды деп есі дұрыс бізді қуған. Екеуі жынды суды ішіп салды, құтырып көп алдына жетіп барды. Өңкей жынды байқамай айтыппыз деп, құлдық ұрып бұларға көп жалбарды. Сонымен бет-бетімен тарқап кетті, әйтеуір сарқайтұғын уақыт жетті. Көрдің бе көп тентектің қылған ісін, еріксіз естекеуі есеретті. Көптің бірі осындай мисал етсең, көп айтты деп алданып уағда күтсең, ғапыл боп көп нәрседен бос қаласың, аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең. Осы челленджді есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыздандыру бөлімінің оқытушыларына жолдаймыз. Ауылдан маңа терең сай, тасыған